Меркі ауданында ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша біліктілігін арттыру мақсатында Агроскилс республикалық кәсіби шеберлік байқауы өтті. Еліміздің дамуының негізгі тетігі аграрлық сала болғандықтан кәсіби құзыреттіліктерді дамыту мен жоғарғы кәсіби білікті мамандардың беделін жоғарылату бүгінгі күннің басты талабы. Байқауға Түркістан, Алматы, Қызылорда, Жамбыл, Жетісу, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарынан келген студенттер қатысты. Ең қажетті біздің азық-түлік саламызды қамтамасыз ететін осы аграрлық сала. Ауыл шаруашылығы, кеше айтып өткенімдей, ол біздің экономикамыздың драйвері. Ол сала болмайынша біздің азық-түлік қауіпсіздігіміз ешқандай сақталмайды. Біздің қазақ елінің өркендеуі де, өсуі де тікелей ауыл шаруашылығына байланысты. Республикалық байқауға түскен студенттер 5 модуль бойынша сынға түсті. Оқудағы алған білімдерін тәжірибе жүзінде сынаған студенттер өздерінің біліктілік деңгейлерін көрсетті. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орында номері 9 Меркі колледжінің студенті Зинула Мұхаммед жеңіп алды. Байқауда 8 облыс келді. 8 облыс келді. 5 модель өтті. 5 модель ішінде мен бірінші орын алдым. Бірінші орын алуыма себепші болған Төлендиев Тоқтау ағайымыз. Ол ағайдың үйреткені, көрсеткені көп болды. Додаға қатысқан барлық қатысушылар байқау кубогымен, дипломмен, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар ақшалай сертификатты табысталды. Ардана Жарылқасын, Елдар Түстікбай, Аймақ.